Голливудтық жұп Брэд Питт пен Анджелина Джолидің ажырасуына себеп болғанда осы қызғаныш. Анджелина жұбайы Брэд Питті кезекті фильмге бірге түсіп жатқанда басты рөлдегі француздық актрисадан қызғанады. Бірақ Анджелинаның күмәні бекер болды. Брэд Питт ол актрисамен көңіл қосқан жоқ еді. Бірін-бірі сүйе тұра қызғанышқа жол беріп ажырасып кеткен жұлдыздардың келесі жұбы Мэрайя Кэри мен Ник. Олар қызғаныштың соңы қалай аяқталатынына мән бермей соқыр сенімге ерік берді. Десе де әнші Мэрайя мен күйеуі Никтің бақытты болуына қызғаныш себепкер бола алмады. Голливудтың ең жарасымды жұптарының бірі Мелани Гриффит пен Антонио Бандерас. Олардың 17 жылдық отбасылық тарихы бар. Десек те бақытты отбасының қолдырауына себеп Мелани Гриффиттің қызғаныш еді. Бандерас та әйелі біресе модель қыздардан, біресе актриса қыздардан қатты қызғанатын. Актриса Дженнифер Энистон жұбайы Джастин Террюді жоғалтып аламын деп қорқып қатты қызғана бастайды. Қызғаныштың соңы сүйіктісінен айырылып қалуға әкеліп соқтырады. Голливудтың өте сымбатты актері Райан Гослинг пен Эва Мендестің де шаңырағының шайқалуына себепкер қызғаныш. Қызғаныштың туына Райан әріптесі актриса Эммамен достық байланыстың өрістеуі дейді. Бірақ дос табамын деп жүріп, Райан жарынан айырылып тынады.